алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бойле мәлімат. Қырымда енді бұртүклі ашлықлар ве бақласы чылған тарыларының 40% жиылда. Аграрийлер қарарнен 800 тонна ашлықны чектілер. Орта қарарда берекет 30 центнерні тешкілете. Бұқта Қырым көк ұжалғының елбашчысы Андрей Рюмшин Ичкі районында Жұмқұрет елбашчысының реберлігінде кечірілген чықыш топлашуында хаберетті. Мында берекет үйінің 10-ында жиылы башланды. Андрей Рюмшин қайдеткенне көре, районда қоланылмаған топрақ йоқ, 2019 сенесі екілген ерінің мейданлығы есе аман-аман 54 гектарны тешкілете. Урлуқ асыравнен оғрашқан Таврия семенадлы ходжалық есе ел 900 тоннадан зияде кейфиетлі урлуқ ала. Бұл ярмадамызның 10% ихтияджыны қапата. Бүгін аттракцион адлы балай жадересім конкурсының нәтижелері белгіленді. Оны ел гостехнадзор идаресі кечіре. Бұл сене ОМУ сессиясының 61 елығына бағышланды. Ярыш бір ярым ай девамында өткерілді. Үштірак етместегіні 30-дан зияде бала білдірді. 5 ве 10 яшны толдырған балалар ең гөзел ресам унванны қазанмақ үшін күчлеріні сынадылар. Ярыш нәтижесінде ғалипны мақсус комиссия сайлады. Бұл 5 яшлы Қырым сакені Полина Пятницкая олды. Тедбірге қол тұтып көстерілгені ве ярыш айдынлатылғаны үшін Милли телеканалының реберлеріне де шекер мектубы берілді. Более ярыш үшінже кере өткерілі гостехнадзор бұа жайып адетіні девам өтірмек ниеттінде, чүнке штыракчылерінің сайысы ел-елдан арта. В этом формате хотелось бы, конечно, высказать и большую благодарность родителям, потому что поддерживать детей и направлять в том или ином русле, развиваться, участвовать в таких конкурсах, ну, это дорого стоит, потому что не каждые родители, наверное, тоже поприветствовали бы. Тем не менее, участвовать в развитии своих детей – это однозначно одна из наших больших задач. Сергей Аксенов пайтақтымызның девлет автоинспекторларыны зенат байрамларынен хайрлады. Енді 83 елдан берле бұл бөліклер еларда қавсызлық теменетелер. Жұмқұретміздің елбашчысы Гаидаресінің ең яқшы қадемлерінің мүкафатларынан тақдирледі. Оларға тешекернамелер, саат ве медалер бақшыш етілді. Салғыр бойы темізленіп, қалдырым ташы деніштірілген ве яңы құралар ерлештірілген сон яңыр атлық зонасы пейда олajaq. Өзенің ялы бойындаки капиталь тамират девам етмекте. Бұл тақырым пайтақты мемориятның елбашчысы Наталья Маленко хаберетті, ишлер август айында екінленежек. Обязательно сделаем оборудованные места, такие площадки, как в Гагаринском парке сейчас делают, для установки скамеек и малых архитектурных форм. И если мы себе представим на протяжении всей набережной, ну где-то от Гурзувской и заканчивая, наверное, Малым Салгиром, вот до Малого Салгира, мы будем обязательно смотреть, где могут быть какие-то игровые площадки, какие-то обустроенные элементы отдыха семейного. Где-то, может быть, мы попробуем оборудовать место для велодорожек и для всего того, чем сегодня увлекается молодежь. То есть мы сегодня над этим очень серьезно думаем. Қала медресесінде мезумларының 20-ші юбилей ақшамы кечті. Бүгін мұсылман оқу йұрты 14 тәлебені бұйық аятқа ұзғарды. Ислам илімлер медресесінің тарихы ве тантаналы тедбарақта мұғыбіріміз Сабрия Алимова тариф ете. Bu işni beceriler ve talebelerini ostırelер, Kur'an derslerini alıp geçirelер. Life. Yüzlerinde tebessüm ve ellerinde diplomlar. Bugün Adjı İhsan adından Qala medresesinin 14 mezunu okuf yurtunun bosağasını atlap geçtiler. Elmas Demirkaliyeva tolu derecede dini müesseselerde İslam dini hocası olarak çalışabilir. Kız 4 yıl devamında Qala medresesinde okudu ve âlâ bağlarla diplom elde etti. Tatalarının izinden ketkenine hiç de yazıksınmay. В течение 3 лет я училась в Азовской медресе. Пришла в 2014 году, в 2018 закончила его. И в данный момент преподаю взрослым, пожилым людям, детишкам в селе Клинички.
Медресе ашылғанындан берлі оқу юртундан 1,5 мутихасыз чықты. Оларның чоқысы Қырымда ислам діні бойынша дерс берелер. Жәмилерде имам, молла ве муэддинлер оларақ çalışалар. Қырым мұсылмаларының дини идаресі Милли телеканалының береберлікте байрамға бағышлап концерт тешкил еттілер. Қырым муфтисі Эмирали Аблаев медресе хадимлеріні юбилейнен қайырлады. Мезонларға есе bu noktada toxtalmayıp, bu faaliyetini devam etmege tiledi. Bu millete hizmet ederseler elbette ki bu millet olur. Bu vatana hizmet ederler, bu vatan olur. Ama en güzeli de insaniyete hizmettir. İşte bizler umutumuz, isteğimiz odur. Bütün yaşayan insanlara, insaniyete, bütün İslam alemine, bütün dostlarımıza ve bütün herkese güzel geleceklerimiz parlak, birlik beraberlikte hayat yaşamak. Хайрлавларға Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов да қошылды. О, қайтеткеніне көре, тамам қалай медресесі классик ислам дінini пекетмеге ярдым ете. И мы от имени правительства, от Сергея Валерьевича Аксенова, также выразили благодарность и поздравления, нацелены на то, чтобы все, что задумано и все, что делается сегодня всей профессиональной командой Духовного управления Крыма во главе с муфтием, уважаемым Эмирали Эфенди, является важным и необходимым для укрепления межконфессионального согласия, межнационального единства. Қалай медресесінің мүдері мезунлар мектеп ве дини тәсіл ақта весиқалар алажақларыны тариф етті. Ондан да ғайры bu yaşlarını dini müesseselerde İslam dini derslerini vermege ақлары бар. Bir taraftan, ikinci taraftan elbette ki biz lisenziya almak yoluna düştük ve nihayet ki bu yıl elhamdülillah lisenziyanı aldık ve buna göre de endi orta dini Müslüman tahsilini medresemiz vermekte. Мақсулдар иш ве Қырымда ислам дінini inkişaf etkenleri için medresenin hocaları ve hadimleri teşekkürnameler ve bakşışlarının takdirlendiler. Sabri Alimova, Giray Abdullayev, Millet için. Некрасова соқағында яңы спортив әгленже комплексі ерлештірілді. Бойынды 10-шы бала мейданчығы олды. О жерінің күчік сәкенлері үшін қавсыздыр, территория қораланды, онайтлы скемлелер ве чөплік орналары да ерлештірілді. У нас сейчас каждую неделю открываются новые детские площадки. Безусловно, это не может не радовать ни нас. Это совместная работа активного населения нашего, администрации города, депутатского корпуса фракции «Единая Россия». Енді беклев оңайтлы олача халыштада екі мевсім автостанциясы açılды. Құру өзен ве Ускут кылбы курорт көйлерінден ярмаданын дегер тарафларына кетмеге мүмкін. Бұл енелештер ақында бізі мұхберлеріміз левға hazırladılar. Енді денізге яқын ерден чешіт йоныншлерге билет алмағы мүмкін. Құрузен курорт койының сакинлері ве мындара атланғанлар невбетлер ақында ұнтажақлар. Июнның бірінден билетлер сатылығы үшін уч пенжере açıldı. Mevsim автостанциясы Ускут köyünde açıldı. Endi mında Erkun, Tuva, Koluozen, Aluşta ve Ahmecit taraflarına ketmege mümkün. Bu yerde transit автокассасы Cumhuriyet yolbaşçısının havalesi boyunca çalışıp başladı. А по приветам мы только в прошлом году начали реализовать этот проект. В принципе, каждый год у нас открываются до 10 станций сезонных, в том числе и в Сударском регионе. Ольга Лебика 10 yıldan beri bu yerге yıl келе. Яз мевсімінде Тувақ ve Алушта yönelişlerde koşma katnav маршрутлары pek керек деп айта. Мы отдыхаем с июня и все думаем, когда же автостанция откроется, ехать нам рыбачьи или здесь покупать. Ну вот, очень хорошо, что открылась. Erkun Kuruzenden 27 reys katınacak. Tuvaqtan 2. Cenk veteranları, nefaqacalar ve çok balalı ailelerinin evlatları bedava katınay bileler. Людей много, особенно утром, вот когда часов 8-9 идут на Алушту, на Ялту едут многие. И, конечно же, после того, как возвращаются с пляжа. Вот, и местные жители пользуются. Kurort mevsiminin sonacı Solnechnogorska adlı автостанциясы sabah saat 6'dan akşam ise 7 gece çalışacak. Tuvaqta ise biletlerini sabah saat 7'den öğle gece satıp almağa mümkün olacak. Bu ayının sonacı böyle vaktinde çalışkan автокасsalar Uluozen köyünde, Aluşta ve Sudak şehirlerinde de peyda olacak. Naciye Isayeva, Diana Bikmambetova, Eldar Zaitov, Millet için. Сочи ве Қырым арасында князь Владимир адлы круиз лайнері қатына башлады. Борусияде Қараденіз бойынша тешкіл етілген екәне кезінті. Геме Эр-базар күні yolға чыға тур бір афта девам етем. Қараденіз ялысында мерақлы экскурсиялар ве бір күн ачық денізде кечірілі. Мұғбір Мазайшы Шулакова теплоходта бұлынды ве бұл мевзу бойынша таксилятлыжа тариф етмеге азыр.
Бембе яз круиз лайнері Ялтанын ялысына келіп тоқтады. Шынды оның үстінде адам чоқ дегіл. Туристлер Қырым инжисінің дүлбер ве диққатқа лайық ерлерінде юрелер. Алексей Иванов круизде илік сефер бұлына. Айлесінен Новороссийск шерінде яшай. Бөледіңіз кезінтісі ақында олар чоқтан арзу етеділер. Здесь и детям очень нравится, да, и каждый город, он по-своему прекрасен, и это очень было креативно, скажем так, и спасибо организаторам. Нам очень нравится все. Бір апталықдыңыз кезінтісі үшін не четел паспорты, не де виза керек. Маршрут бойле Сочи, Новороссийск, Ақяр ве Ялта. Князь Владимир Лайнернің yolu Краснодар ве Қырым курортларындан кече. Туристлер өздері сечкен шерден кезінтісіні башлай білелер. Ялта вперед! Гемінің 9 когертісі бар, оның ұзынлығы 140 метрден зияды. Лайнер 800 турист ве экипажның 250 азасыны сығдыра. Геми үстінде дeniz суынен толдырылған уч бассейн бар. Бұндан да ғайры ресторан, кафе-хане, геже клубы, спа ве бербер салонлары чалыша. Ершей курорт отеллерінде олғаны кыбы. Это люкс у нас, бортовой. Лайнерде 360 ода бар. Эконом класстан башлап, yüksek seviyegece. Bu ялдаған отель бүтін оңайтлы шарайтлерінен донатылған. Бу исе гемінің юрегі, капитан одасы. Это рулевое устройство. Вот этот руль, сам штурвал. Это его родной с постройки. Это курсоуказатель гирокомпас, по которому пароход движется. А вот этот блок, это авторулевой. Здесь мы задаем нужный нам курс. Потом переключаем с ручного управления на автоматическое, и пароход движется на авторулевом. Эвелері бұл лайнер Френкистан паромы еді. О 40 ел эвелісі ясалған еді. Шымды есе модернизация етілген сон оқара денізді ялдай. Привлекателен всегда круиз тем, что ты просыпаешься в новом городе. Другая картинка, новые интересные впечатления. Что-то необычное, то, чего не было в предыдущем городе. Қырым ве Краснодар живары арасында геми кезінтілері Русия президенті Владимир Путинның эміріне бинаен жаландырылды. Бұқара дeniz бойынша екене круиз. Лейханен Туркия, Америка, Қошма Штатлары ве Алмания мерақландылар. Уровень европейцев сейчас. Я сам теплоход, может быть, не такого большого уровня, но внутреннее содержание мне очень понравилось. Путевканың минималь фияты 30 000 рубледен башлана. Бұна 3 керейлік бедава аш кере. Дeniz кезінтілері октябрьнің ортасына қадар чалышачақ. Кележексене есе маршрут Абхазияға же девам етірілежек. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін Ялта шерінден. Яландан ашылама. Бақчысарай районында полис хадимлері мал үкімлерінің сақты весіқаларына таптылар. Теда Вильянов профилактика мерkezінің хадимлері айванларға япылған ашыламалар бойынша весіқаларға доғыру олмаған малюматны көрсете екенлер. Бұлар епсі қошма пара алмақ үшін япылған. Белі олғанына көре ашыламалар асылды кечерілмеген құтырув хасталығы есе зияделешті. Мал екімлерге қаршы жинай еш açıldı. Полицейские выяснили, что вакцинация животных по адресам, которые были указаны в документах, не проводилась. Кроме того, подписи в актах не принадлежали владельцам скота, а указанные клички животных и их количество не соответствовали действительности. Частично просроченные препараты были найдены в помещениях, принадлежащих ветеринарному центру. Қырым көпірі Русмерсин балычықларыны құртара. Кубаньда балық асыравчылар бұл серек раст келген балықны чоқлаштырдылар. Кубань өзеніне сонки 500 000 балықны июль айының башында еберділер. Анда балықлар өсежек, sonra оларны өзен бассейніне қайтарып, кенеде чоқлаштырajaqlar. Бұл іш регионда енді 3 жылдан берлі алып барыла, умумен бұл вақытта табиатқа 1,5 миллион яш балық қошылды. Оларны чешет ишханелерде остырдылар. Русмерсин балығы халқара табиат қорығы бірлігінің қызыл китабына көрсетілген. Балық Каспий, Қара Вязақ денізлерінде ялдай. Или яшқа же яшамасы мүмкін. Браконьерлер оны пек севелер, оның үшін бұл балықның чоқлаштырылуы рағбетлік қазана. Қырымда кенеде бірден ава бозылачағы тахмин етіле. Бүгін векележек сутка девамында бұрчақ век көчлі яғмур яғмасы бекленіле. Бұқта Қырым февкуляде вазетлер везірлігінің матбуат қызметі қаберіте, идаренің қаділері қақсызлық қайдылеріне реайет етмеге чағыралар. Педелер ер асты кечетлерге тұшмейіп, биналарда сақланмаға тырышмақ керек.
Yolda reklam şetlerinden, yol işaretlerinden ve elektrik hatlarından şetlesmege tırışınız. Aydavcılarga to'xtab, kuchli yağmur betmesini beklemege tepsiye etili. 300'den ziyade sportçu Qahramanlar Kubogi uğrunda kurashchi. Ahmetjetning Lokomotiv stadionunda taekwondo boyunca er yıl keçirilgen 4. turnir başlandı. Onu Qrim veteranlarına bağışladılar. Muhbirimiz eng yaxshi sportçılarının konuştu. Bu haqda Muhammed Zekiriyevning reportajında. 13 yaşlı egizler Ахтем ve Рустем Топаловлар üçün bir-birinin kureşuv olarının omurunda birinchidir. Аяқ ve ellerinin bir talay uruvlar. Ахтем ve Рустем taekwondo sportçılarının oğraşalar ve 5 dakikalık sparingden son hakem galipni ilan etti. Утром я выступал в категории Туль 12-13 лет от второго группа. В этой категории я победил. После этого я ударил силу удара. Там еще результаты мы не знаем. И после этого мы с братом попали в финал по спаррингу. 9 yaşlı Diana Bachinskaya bu kureshchining 2 yıldan beri oğraşa. Sportçı kız endi jimhuriy mukofatlarga da nail oldu. Больше всего мне понравился спарринг и сила удара. И еще мне понравилось то, что тут красиво. Taekwondo boyunca regionara turnirde Qrim sportçılarından gayrı Sankt-Peterburg, Башкортостан, Омск, Самара ve Воронежның командалары iştirak etti. Сегодняшний турнир у нас проходит по 3 дисциплинам. Это туль, комплекс упражнения, спарринг и сила удара. Все спортсмены заранее готовились, проходили сборы, проходили семинары. Каждый спортсмен может выступить во всех 3 номинациях и получать также во всех 3 номинациях медали. Qrimda bu olimpik sportçı yıl-yıldan raqablik qazana ve yüzlerce sportçılarını birleştire. Bugünkü kunde Cumhuriyetimizde 500'ge yakın sportçı taekwondoning oğraşa. Bu turnirde 300'den ziyade sportçılardan 100'den ziyadesi altın medallerinin taqdirlendi. Muhammed Zekiriyev, Eldar Zaitov, Millet üçün. Шындықыдақаға бұл хаберлерінің епседі. Бір қачыдақадан сон Крымский консенсус адlı programаны қачырмана студияда сіз үшін Фатиме Сейдаметова çalıştı. Хайырлы ақшамлар.